Бес бармақтың сорпасынан қамыр жасаймыз. Кемінде 3 сағат қайнаған жылқының сорпасын сүзекіден өткізіп көбіктермен тазалап аламыз. Ол сорпаға кішкене тұз және жұмыртқаларын қосып, жоғарғы сұрып ұнды барлық калькуляцияға сай граммаждарын салып, қамыр илейтін келінімізге салып жібереміз. Қамырларды тура бес бармаққа арналғандай етіп, қаттылығы, жұмсақтығы идеально қылып жасап береді. Бірақ осы жерде айтайық, біздің қамырымыз тек қолдан жайылады. Бұл қайнап шығып тұрған сорпаға тағы да пісіріп аламыз. Енді мынау қамырдың дәмі ерекше болды. Өзі сорпадан жасалған, өзі сорпаға піскен. Еттердің бәрі сорпаға пісіп бетіне қойылып, майлы сорпаға жасалған тұздығын үстіне құйып, дәмі өте қою, құнарлы әрі өте дәмді болып шықты. Еті мен қазысы өте жұмсақ піскен. Сорпаның дәмі әбден сіңіп піскен картоп пен сәбізді жеген кезде жеңілдік сыйлайды. Тұздығы дәмін еселейді. Ал бетіндегі қызыл бұрышымыз сіздің тәбетіңізді еселей түседі. Астаналықтар, бізде күн сайын түскі сағат 12-ден кешкі 6-ға дейін акциямыз бар. 2 табақ бес бармақ алсаңыз, үшіншісі тегінге сыйлыққа жүреді. Бес бармақ сорпа құтымен бірге беріледі. Астана қаласы, Бауыржан Момышұлы 16, Несібе.